Назар аударыңыз. Бұл сандық сипаттамалар пәні бойынша тестілеу. Бұл пән сіздің цифрлармен қаншалықты жақсы жұмыс істейтініңізді бағалайды. Тестіні бастамас бұрын осы нұсқаулықты мұқият тыңдаңыз. Бұл тестіде әрбір сұрақ екі қатардан тұрады. А қатарында тапсырманың бірінші бөлігі орналасқан, ал Б қатарында тапсырманың екінші бөлігі орналасқан. Сіз екі қатардағы мәндердің қайсысы үлкен, немесе олар өзара тең екенін, не болмаса тапсырманы шешу үшін ақпарат жеткіліксіз екенін табуыңыз қажет. Егер А қатардағы мән үлкен болса, онда А жауабын таңдаңыз. Егер Б қатардағы мән үлкен болса, онда Б жауабын таңдаңыз. Егер екі қатардағы мәндер өзара тең болса, онда С жауабын таңдаңыз. Егер тапсырманы шешу үшін ақпарат жеткіліксіз болса, онда Д жауабын таңдаңыз. Бұл пән 60 сұрақтан тұрады. Тестілеу кезінде тапсырманың шарттарын мұқият оқып, ұсынылған нұсқалардан дұрыс жауапты таңдаңыз. Тестілеу кезінде келесі және алдыңғы сұрақтарға баруыңызға болады. Тестілеуді аяқтамас бұрын барлық сұрақтарға жауап бергеніңізді тексеріп алыңыз. Тестіні орындау үшін сізде 30 минут болады. Уақыт аяқталғаннан кейін тестілеу автоматты түрде жабылады. Дайын болғанда тестіні бастаңыз.